Саламатсыздар ма? Бүгін мен сіздерге переходтар жайлы айтатын боламын. Мысалға, мынандай жерін, екі үйдің арасындағы жерін кесіп тастау керек болады. Так, тағы бір кесіп тастаудың оңай түрі былай да кесуге болады. Жаңа кесетін несімен. Бірақ мен көбінесе S-ті қолданамын. Ой, delete деп басып саламын. Болмаса, бірінші S-ті алып керек жерін кесіп аламыз осылай. Сосын белгілейміз, V-ді басып алып, V-ген стрелка, мышка, то есть. Сосын белгілегеннен кейін delete-ті бассақ, просто кетіп қалады. Орнын қайта тазалап жүруге болады. Не болмаса кетіп қалғаннан кейін пустой жерге басып бүйтіп болады. Болмаса, бүйтемізді Shift Delete-ті басқанда орнына келеді. Ал енді переход жайлы істеп кетейік. Так, мында эффекты ашылып аласыз. Видео переходы. Так, мен қолданатын основной нелер. Видео с погружениемда световыйды қолданам. Мына қараңыз. Кішкентай болып жатса, длина луча үлкейту болады. Настройкаларын үлкейту болады. Оттенок көк, мысалға, экспозиция тоже бөліп қойып, длина наплыва. Сонда қараңыз. Бұнау бір сферическое размытие. Сферическое размытие дегеніміз мынандай. Утечка цвета деген қызық размытие бар. Ол да күшті міне. Утечка цветности бар. Бұнда настройкасын келтіріп қою болады. Интенсивность, осылай, утечки. Но видео с погружением, да. Сосын тағы мен қолданатын листанияны қолданам. Келесінеге өткенде масштабированияның қызық жерлері бар. Қазір көрсетемін сізге. Нені белгілейсіз жаңағы переходты? Показать фактически, так, управление эффектамидан оң жақ, сол жақ жоғарыда. Показать фактически бірдеңе дегенді аласыз. Сосын мысалға, давайте мына жазуға переход жасап жүрейік. Мына жерден жазуға, мына жерден микрофонға. Или давай мына. Оң қолдан келді, солға кетті деп жеке. Көрдіңіз, болмаса қараңыз. Мына жерге кетіп, мына жерге келетін ұлтып қойып болады. Сосын тағы бір қызық не? Растворение да олар. Адаптивный наплыв. Жаңа цветность сияқты. Онша емес, перекрестный наплыв онша емес, погружение белый қолдануға болады. Погружение в черный қолдануға болады. Погружение пленки қолдануға болады. Растворение просто. Және де мен айтқым келгені, ең жақсы переходтардың бірі ол монтаж морфа деген. Растворениенің ішінде қараңыз. Бүйтіп ашып аламыз. Сосын незаметно қылып жаңағы 7-ге қойып қоюға болады. 8-ге, 6-ға мысалы. 6 кадр дейді. Осылай күтеміз сосын. Сонымен болды. Енді қарап жүрейік қалай шыққан. Байқадыңыз да? Жиналып аккуратно. Осындайда переходтар бар. Болмаса қазіргі неше түрлі переход табуға болады, ютубтан да, интернеттан да. Бірақ ең қарапайым және де өзінде бар переходтардың ішімен әдемі нәрсе шығаруға болады. Сонымен
Сау болыңыздар. Подписка басып қойыңыздар. Комментарийға сұрақтарыңыз болса, тағы да қандай видео Premiere Pro'дан қандай сабақты көргіңіз келеді, сол туралы жазып жіберіңіздер. Және де қандай программаны үйренгіңіз келеді. Сау болыңыздар.